Алла Тағала Құран кәрімде «Фаиза асаба мин мусибатин фабима касабат айдикум» бастарына бір сынақ келетін болса, ол сендердің өздеріңнің қолдарыңмен жасап алған істерің. Бәлекет келді, кім кінәлі? Өзіңіз. Тек қана өзіңіз, басқа ешкім емес екен. Бірақ Алла Тағала қасиет жаңа Құрандағы аят жалғастырып айтады. «Ваяфу ан кафир». Бірақ Алла көбісін кешіріп жатыр дейді. Қараңызшы, Алла көбісін кешіріп жатыр. Алла әрбір қателік үшін сізді жазғырып, сіздің басыңа бейбәлекет жіберіп жатқан жоқ. Сол үшін де бақыт исламда түсінген адамға, Алланы түсінген адамға. Адамдар мешітке келеді, «Емеке, молдеке, жолымызды ашып беріңізші» дейді. Мен айтатын едім, ол кісілерге айтамыз да, жолыңызды ашатын да, бөгейтін де өзіңіз. Ашатын да өзіңіз, бөгейтін де өзіңіз. Ғұламалар айтады, ғұламалар. Бір мұсылманның бойынан, 99%, қараңыздар, 99% мұсылманға жат сипатты көреміз дейді. Темекі шегеді, ұрлық жасайды, бәрін істеп жүр. Бірақ пайыз мұсылманның сипатын көріп қалдық дейді. Бірақ пайыз. Ол не нәрсе ол десе, мысалы отырды да, сол далада келатқан кезде, кіші дәрет сындыратын кезде, құбылаға қарамай мына жақ қарап сындырды дейді. Кейін жанындағы сұрап дейді, сен не қарап сындыра бермедің бе десе, құбыламыз ғой біздің деп айтты дейді. Ол оның бойында бірақ пайыз осқана дейді. Ол құбылаға қарап не істемеді ол? Құбыла қой бияқ деді. Сен не білмейсің бе не? Мына қарап нетпейсің ба деп ақыл айтты дейді. Ол ойындағы үлкен қасиеті ол бірақ пайыз. Осы бір пайыз деген, осы бір пайыз, мына 99-ын бәрін жеңіп кетеді деген ғұламалар.